Бүгінгі сабағымызда шалбардың балағын қысқартып үйренеміз. Ол үшін адам күнделікті шалбарды киіп жүрген тәсілде кет, орныққан, бос болу керек. Және шалбарды адамның қалауы бойынша осылай балағын қайырып, белгілеп, бормен сызып аламыз. Және де оны әрі қарай тігуді жалғастырамыз. Мынау сызғышпен қайырылған жерді осылай өлшеп аламыз. Менде 9 сантиметр артық болып шықты. Осы 9 сантиметрді мен белгілеп аламын. Және де шалбарды оң бетіне қаратамын. Осы 9 сантиметрді шалбардың оң бетіне осылай белгілеп сызғыштың көмегімен сызып шығамын. Осыны белгілеп болғаннан кейін сызғыштың көмегімен барлық сызықтарды қосамыз. Екі жақ бетті де. Және де дәл сол сызғышты қойып, сызғыштың астыңғы бөлігінен сызамыз. Себебі бізде ең алғашқы сызған бөлігіміз ол біздің негізгі сызығымыз. Ал мынау екінші сызып жатқан сызығымыз ол біздің тігіс үшін сызып жатқан сызығымыз болып есептеледі. Түсінікті болу үшін қайталап айтамын. Мынау біздің шалбарымыздың, яғни негізгі сызығы. Ал мынау біздің қайшымен қырқып алатын сызығымыз. Мынау бізге қажеті жоқ бөлік, ал жоғарғы жақ бізге керек негізгі шалбардың ұзындығы. Мен сызғыштың көмегімен тігіске арналған сызықты сызып алдым. Егер сізде сызғыш болмасаңыз, сізге қажет 9 сантиметр, одан кейін 3 сантиметрді төмен қарай аласыз. Осылай белгілеп, дәл осылай қайтадан сызып шығасыз. Қысқартылатын барлық киімде негізгі сызық және де тігіске арналған сызық болып бөлінеді. Және осыны осылай қайшымен қырқып аламыз және де тігеміз. Тігу үшін жаңағы біздің сызығымызды белгілеп отырып екіге қайырамыз. Мына біз қайырған кезде біздің белгілеп алған сызығымызбен ұштасу керек, яғни екіге бүктеген кезде. Бүктегеннен кейін бүктелген жеріміздің ұшына машинаның лапкасын қадап отырып тігіп шығамыз. Ортасынан емес, басынан емес, дәл жиегімен жиектеп отырып тігеміз. Біздің бұл қысқартып жатқан, тігіп жатқан тәсіліміз основном базовый киімдерде болады. Мысалға алатын болсақ, джинсовый шалбар және де осындай спортивкалы шалбарларға келеді. Классикалық шалбарлардың қысқартылу, тігілу жолы басқаша. Тігіп болған соң артық жіптерді қайшымен қиып тастаймыз. Тігіп болғаннан кейін шалбардың егесіне кигізіп көрсетеміз. Барлығы өзінің өлшемімен дұрыс болып тігілуі қажет. Үйде қайталап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыз. Ал егер менің видеоларым ұнаса, маған тіркеліп, қолдап қойыңыз. Көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.